Айгүл, қош келіпсіз империялық центрға біздің. Тенші компанияның офисі, центральный офис, эмпирический центр. Өте керемет, бүгін келіп, міне, қаншама продукция алдыңыз, өзіңіздің ауруыңыз туралы айтып, қандай 10 күнде уже қандай нәтиже алып жатсыз, денеңізге шығып жатыр ғой бірдемелер. Соның бәрін қазір айтыңызшы, қандай аурумен ауырдыңыз? Менің атым Айгүл. Мен 3 жылдан бері қарай қатерлі ісік сырқатына шалдығып күресіп келе жатырмын. Кездейсоқ осы Тяньши өнімдері туралы естіп, компанияға 10 күн бұрын келіп, бір реттік өнімдерді сатып алып кеткен. 10 күннің ішінде теріме жара сияқты, аллергия сияқты бөртпелер шықты. Жаңағыдай жиі дәретке баратын болдым. Ұйқым тынышталған сияқты, енді өзіме бұрын қайта-қайта оянып ұйықтайтын едім. Сондай бір оң нәтижесін байқағаннан кейін, екінші қайтара келіп, осы Тяньшидің өнімдерін алып, және сыйлыққа өнім алып, қуанып кетіп бара жатырмын. Енді Алла қаласа, алдағы уақытта нәтижесі туралы сіздерді хабардар ететін боламын. Қайырлы күн сіздерге. Енді мен өзімнің нәтижем туралы айтқым келіп тұр. Алдымен жолдасымның нәтижесі туралы айтып берейін сіздерге. 20 жыл бойы жолдасымның өтінде тас болатын. Размері өте үлкен болатын. 2 тас бір емес, біреу 2,5, біреу 2,7 болатын. Содан операцияға дайындалдық, приступ беріп болмағасын. Содан кейін өзі қорқақтап барғысы келмей бір причина іздеп жүрген. Енді соған орай осы Тяньши компаниясына келдік. Өзі Сәкеңнің келіні рекомендация беріп, сол кісінің айтуымен келген болатынбыз. Содан бастап іштік. Енді мен қысқаша айтайын, енді әр моменттеріне тоқтамай, негізі 4 айдан кейін УЗИ жасаған уақытта біздің тастарымыз үлкейіп кеткен екен. Содан біз қорқып кеттік, енді кішірейгеннің орнына үлкейіп кеткен естеп. Содан компанияның наставниктарымыз айтты, Жадыра ханым айтты бізге, ол тас набухать етіп, енді орысша кетіп қалды, набухать етіп үлкеюі мүмкін. Оның кейін біраз уақыттан кейін жарылады, одан қорқпаңыздар, тоқтатпай іше беріңіздер деп. Содан біз ары қаратай іштік. Соңында енді 9 ай дегенде біз УЗИға барып түскен уақытта өте таптаза болды. Онымен қоса поджелудочный ұйқы безі қалыпқа келген екен. Онда да воспалительный процесс болған. Бауырында поликистоз болған. Ол кисталардың бәрі кетіпті. Және пиелонефрит болатын 2 бүйрегіде. 2 бүйрегіде таптаза, мүлдем ауырмаған бүйрек сияқты болып қалған екен. Сондай қалыпқа келіпті. Міне сондай бір жақсы результат. Онан кейін давлениесі, оқысының тонусы төмен, давлениесі төмен болады. Қазір давлениесі 120/80. Және кішкене аздап салмақ қосты. Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Кудиринова Назира. Мен сіздермен бүгін жақсы бір өніммен бөліскім келіп отыр. Өзім жақсы нәтиже алдым осы өнімнен. Ол өнім Тяньши компаниясының Хитозан деген өнімі. Менде бұрын бетімде қара дақтар көп болатын. Содан кейін немде бауырымда жировой гепатез деп айтқан. Одан кейін белім ауыратын. Осы Хитозанды ішкеннен бері жақсы болып қалдым. Бетімдегі дақтарым кетті, белім ауырғанын қойды. Бұл Хитозан деген осындай неде баночкада болады. Бұның ішінде 100 капсула. Мен іштім 3 ай, 6 баночка кетті. Осы өнімнен жақсы нәтиже алғаннан кейін сіздермен бөлісейін дедім. Осы өнімді сіздерге кеңес берем, ішіңіздер.
өз денсаулықтарыңызды жақсартыңыздар.